Келешек бұл жоғары техникалық және кәсіптік білімді қоса алғанда елімізде және шетелде білім беру қызметтеріне ақы төлеу үшін пайдалануға болатын Қазақстанның 5 жастан 18 жасқа дейінгі балалары үшін қаражат жинақтауға бағытталған мемлекеттік қолдау бағдарламасы. Келешек бағдарламасы бойынша осы жүйе шеңберінде жасалған сақтандыру шарттары мемлекеттік сыйақының жыл сайынғы төлемдермен және инвестициялық кіріспен қатар мемлекеттен бір жылғы бастапқы капиталмен толықтырылады. Келешек бағдарламасын енгізуге байланысты агенттік қаулы қабылдады. Онда мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі шеңберінде сақтандыру шарттары бойынша есептік соманы айқындау тәртібі анықталады. Енді жинақ сомасы мемлекеттен әрбір адам үшін 60 айлық есеп көрсеткіш мөлшерінде және халықтың әлеуметтік осал топтары санатындағы тұлғалар үшін 120 айлық есеп көрсеткіш мөлшерінде мемлекеттен бір жылғы бастапқы білім беру капиталымен толықтырылады. Ол инвестицияланады және оған инвестициялық кірістер есептелетін болады. Бұл ретте ата-ана міндетті ай сайынғы салымдарды жүзеге асырған жағдайда бастапқы капитал сақталады. Балалардың ата-аналары сақтандыру шартын жасасқаннан кейін жыл сайын халықтың әлеуметтік осал топтары санатындағы тұлғалардың балалары үшін 12 айлық есеп көрсеткіш және қалғандары үшін 24 айлық есеп көрсеткіш мөлшерінде ең төменгі жарна төлеуге тиіс. Орта білім аяқталғаннан кейін жинақталған қаражатты еліміздің колледждері мен жоғары оқу орындары да және шетелде оқуға пайдалануға болады. Білім беру грантын алған жағдайда жинақталған қаражатты өзге білім алуға, баланың тұрғын үй жағдайын жақсартуға, пайдалануға, жинақтауды жалғастыруға немесе қаражатты келешек бағдарламасына қатысатын Қазақстан Республикасының азаматына үшінші тұлғаға аударуға болады.